на девочек что-то плохое сказать. Я лично вот от себя, я Ренатку, я извиняюсь за это. Мне это не трудно сказать. Да ничего, брат, там не вышло, то, что, помнишь, когда говорили, там, тот написал, этот написал. Я послушал, что он сказал. Когда нам терминал убрать, да. Кешегі ана жүмбеттердің қазақтың қыздары туралы айтқан видеосын енді көріп, енді вникать етіп жатырмын. Маған енді жетіп жатыр, не тема болып жатқанын енді түсініп жатырмын да. Менің өзім қарындасым бар, сестраларым бар. Соларға да тиіп кетіп, менің намысыма қатты тиіп кетіп жатыр да, жаңа айтқан әңгімелері ше. Қатты қаным қарай отыр. Мен білмейді екенмін оларды, олар сотта жүрді 15 сутка. Кім екенін білмеймін, стример ма, тиктокер ма, біреулер ғой. Кім білет, аккаунттарын білсеңдер, мына видео мына отрезгін қырқып жіберіңдер соларға. Пацаны, еще раз на моей территории, в моей стране, на моей земле такое повторится, я вас ручной кладью отправлю. Лично я обещаю, что я ручной кладью вас отправлю. По частям домой поедете. Достарым, қазақтың қыздарына тіл тигізген Ресей мен Азербайжандық блогерлер қамалғаны жеткіліксіз бұлардың. Бұған қатаң шара қолдану керек. Лобачевскийде жатыр қазір. Лобачевский оның алдына қажет болса шығатын күн өзіміз күтіп аламыз, керек па өзіміз сол жерге адымыз задержанный болып арестке түсеміз, көттерін айырамыз бар. Бұларға просто так былай қоя салмау керек. Бұларға өзіміз кінәліміз. И бүкіл қазақтың қыздарын намысына тиіп жатыр да, бұлар саған қазақтың қыздары, қара көз қыздарымыз ойыншық емес. Өзге елден келдің ба, көтіңді қысып жүрсей шаңыраққа қара. И мына видеоға назар аудар. Девочки, бля, мынау маңқа, бля, сапляк қазақтың жігіті, мәңгүрт. Сен бля, кімсің сен бұл жерде бүкіл қазақтың қыздарын атынан сөйлейтін, девчонок дохера басқа алып келем деген сияқты. Сен кімсің сен, бля? Сен сондай әңгіме айтып тұрғаннан кейін, конечно, ол ойына келген айтып жатыр. Намыстарың жоқ та. Намысы бар қазақтың жігіттері бар, бірақ намысы бар жігіттер баратын болса, аяқ қолын сындырады да мыналарын. И дальнейшем солар сотталады да. Нормальный, здравый, мықты жігіттер бар, намысы бар қазақтың батырларының біразы түрмеде жатыр қазір негізі. Әрине, одан кейін өзге ұлттар білген істейді да. Сорлы, бля, кім олар? Қарашы, ентігіп кетсің оларға бару үшін, сорлы, бля. Қазақтың намысын не қылып? Қазақтың жігіттерінің бәрі осындай деп ойлап қоймады да. Қаз, бля, мразь. Молодой тиктокер. Қазсың сен, тиктокер емессің сен. Мразь, фотоға түсу үшін қара. И осы жерде сөйлесіп айтып тұр да, қазақтың қыздары көп осылай. Қыздар көп жазып жатыр дейді да. Мана, маза. Жазбаған сендерге қыздар, түрлеріңе қараңдаршы. Аяқ қолдарын сындырса ренжисіңдер ғой. Аяқ прям Қазақстан гостеприимный емес осындай деп. Қазір Лобачевскийға любой бір 2-3 бал аламыз да, адым задержаны өзіміз түсе саламыз. Лобачевскийға сен қамалып жатқан жерге, сол жерге барамыз да, көттеріңді айырамыз. Сосын жылайсыңдар ғой, сосын отырып алып. Мынау кешірім сұрағандарың болмайды сендердің, далбаса кешірімдерін. Алматы қаласы полиция департаменті мыналардың қай жерде қамалып жатыр, қамалып жатқан жерінен нормальный, достойный кешірім сұрасын. Мына кешірімдер болмайды, мына кешірімдер жарамайды. Ехидно, прикол ұстап тұр ғой мыналарың. Алматы қаласы полиция департаменті және ішкі істер министрлігі қамалып жатқан жерлерінен кешірім сұрауды күтеміз сіздерден. Обычно қазақтың жігіті бір нәрсе істеп қоятын болса, боқтап қойса, кешірім сұратып видео түсіріп атасыңдар ғой. Ойбай, кешірім сұрайын, мынандай деп. Бұлардан да сондай видео сұраймыз. Кешірім сұрасын, достойный сұрасын, кешірім сұрасын. Сұрамай ма жақсылық күтпесін. Ескерту бұл. Бұл қорқпаймыз заңнан, басқадан. Сотталсаң, сотталасың. Сотталатын болсаң, сені битіп күтіп алады сотталған жерінде. И мына бауырым дұрыс айтады, жазған азамат. Неге дәл осындай пайдалы контенттерді қолдамайды? Неге жаңағыдай сайқ мазақ, күлкі, бір бәле, прикол өтпейтін сондайларды қарап, сондайды қолдайды да. Сол сұрақтар туындайды. Ты Казахстан все отметил. Реально? Да. В Инстаграме написал, есть что-то? Буду Я пиздец, как не буду спать.
Вот просто локацию кинь. А я уже кинул. Да, и что, охрана, ребята, есть, понял? Да, Мы всё им сейчас скажем наши параметры. Уже тренируется. Бұл ресейлік блогерлар қазір Алматыда қамауға алынды. Неге десеңіздер, өздеріңіз көріп отырсыздар. Тікелей эфирге кіріп алып, жігіттер мен астына Қазақстан деп жазып қойдым. Қазір неше түрлі қазақтың қыздары келеді. Біреуін қазір төсекке жатқызып алып бүйтеміз. Біреуін батарейкаға тақап алып сөйтеміз. Қазақтың қыздарын барлығымыз итереміз деп ашық тікелей эфирде Қазақстанға келіп алып, қазақтың қыздарының ары мен намысын таптап жатыр жерге. Сол үшін олар қамауға алынды, ертең Қазақстаннан Ресей Федерациясына депорт болады дейді. Оларға не только депорт, мына біздің Нұрлан Сабуровқа тоже 50 жылға запрет қойып тастады ғой Россияға. Тоже соларға да 50 жылға запрет қойып тастау керек. Не, олар әлде біздің қыздарымызды өздерінің орыстың қыздары сияқты теңіп қарастырды ма екен, жеңілтек деп. Қалай қарасақ та бұл үлкен провокация. Бұны қазір полициялар бар ғой, сразу қамап депорт жасамаса, бұлар өздерінің қауіпсіздігі үшін бір қазақтың намысшыл жігіттері тауып шығару әбден мүмкін еді. Сосын скандал болатын еді провокациямен. Көрдіңіздер ма? Полиция сол үшін жылдам қимылдап отыр. Дәл солай бұндай адамдар негізі Қазақстанға келді ме, культурасын, қыздарын, ұлдарын, туын, барлығын, тілін сыйлау керек деп ойлаймын.